Сәлем достар, сіздермен жан жақтарынасы. Біз бүгін сіздермен асқазан шаю техникасы жайында айтатын боламыз. Ал кеттік. Асқазан шаю манипуляциясы кезінде ең алдымен науқаспен өзімізді таныстырамыз. Содан соң барып науқаспен сенімді қарым-қатынас орнатамыз. Науқасқа өтетін манипуляцияны ашып, дұрыстап түсіндіреміз. Содан соң барып науқастың келісімін аламыз. Манипуляцияны бастамас бұрын ең алдымен қолды жақсылап жуып, спиртпен өңдеп, бір реттілік резеңкелік перчатканы киеміз. Содан соң барып өзімізге қажетті құрал жабдықтарды дайындап аламыз. Жанель шприц қажет болады, және де дәке, лабораториялық тексеруге арналған екі түрлі пробирка қажет болады, және де 10 литр жылы су қажет болады, және де фонендоскоп қажет болады. Манипуляцияны бастамас бұрын қолға перчатканы киіп, науқастың алдына да өзіміздің алдымызға да алжапқышты киюіміз қажет. Содан соң барып манипуляцияны бастаймыз. Ең алдымен зондты алып, еріннің иектен бастап құлақтың сырғалымынан төстің семсер тәрізді өсіндісіне дейін өлшеп алып, сол жерді маркермен белгілейміз. Содан соң барып зондтың басына смазка гель майын жағып, науқастың аузына енгіземіз. Науқастың аузына енгізіп жатқан кезде науқастан жұтынуын сұранамыз. Зондты асқазанға енгізіп болғаннан кейін, асқазанға түскен түспегенін Жанель шприцмен ауа жіберу арқылы анықтайтын боламыз. Фонендоскопты тағып, Жанель шприцмен ауаны жібереміз. Енгізген кезде судың шалпылы секілді дауыс шығады. Сол кезде асқазанға түскенін анықтайтын боламыз. Зондтың асқазанға түскенін әбден көз жеткізгеннен кейін, воронканы зондтың басына кигізіп, содан соң барып су құйып бастаймыз. Ересектерде 10-12 литр су құямыз, ал жас балаларда 5-6 литрге дейін су қолданамыз. Су аламыз, содан соң барып воронканы түсіріп, суды құямыз да иықтан жоғары көтереміз. Содан соң барып жай асықпай түсіреміз. Суды енгізгеннен кейін ең алғашқы сұйықтықты пробиркаға аламыз. Оны бірде белгілеп қоямыз. Содан соң барып қайттан су құямыз. Осылай бірнеше рет асқазан тазарғанша қайталаймыз. Ең соңғы шыққан сұйықтықты тағы да пробиркаға аламыз. Оны 2 деп белгілеп қоямыз. Содан соң барып біз манипуляцияны аяқтаймыз. Зондты асықпай шығарып аламыз. Дәке қою арқылы науқастың ауыздарын сүртіп, манипуляцияны аяқтаймыз. Сіздермен бірге жан жақтарынасы. Рахмет. Каналға тіркеліп, қолдап қойыңыздар. Лайк басып, қолдап. Сіздердің қолдауларыңыз ол біздің шабытымыз.